Сәлем баршаңызға, сметаник дайындаймыз. Алдымен ыдысымызға 2 жұмыртқамызды саламыз. Үстінен қант қосамыз және үстінен еріген майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне керегінше ұнымызды қосып, және де 1 шай қасық қамыр қопсытқышымызды қосып, араластырып, қамыр илейміз. Дайын болған қамырымызды салафан пакетке салып, жарты сағатқа холодильникке салып қоямыз. Сол уақытта 2 жұмыртқамызды жарып, үстіне қантымызды қосып, аппақ болып көтерілгенше жақсылап миксерлеп аламыз. Сосын үстінен қаймағымызды қосып, тағы да араластырып миксерлеп аламыз. Қамырымызды алып, табамызға қолымызбен видеода көрсетілгендей етіп жайып шығамыз. Шет-шетінен бортики жасап, тегістеп шығамыз. Дайын болған қамырымыздың үстінен дайындаған салмамызды салып шығамыз. Сосын қызып тұрған пешімізде 180 градуста жарты сағатқа пісіріп аламыз. Міне сметанеміз пісіп шықты. Пісіп шыққаннан соң суытып алып, холодильникте кемінде 4-5 сағаттай ұстаймыз. Кез келген нәрсемен бетін әрлеуге болады. Мен шоколад жақтым. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Ас болсын.